Қасиетті аяттар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейірімді, рахымды Алланың атымен бастаймын. Ей иман келтіргендер, уәдеге берік болыңдар. Төменде оқып беретін нәрселерден басқа хайуан, малдың бәрін сендерге халал еттік. Тек ихрамға тұрғанда аң аулауды халал деп есептемеңдер. Алла қалай үкім етуді өз біледі. Ей иман келтіргендер, Алланың белгілемелерін, қасиетті айдың шартын бұзбаңдар. Айтқан малға, құрбандық үшін ең тағылған малға соқтықпаңдар. Тәңірдің кеңшілігі мен ілтипатын іздеп, қасиетті үйге, қағбаға келушілерге кесір жасамаңдар. Міне бұлар сендерге тыйым салынған нәрселер. Ихрамды шешкен соң аң аулау айып емес. Әлде бір қауымның сендердің мәсжид әл-харамға баруларыңа кедергі жасауы, сендердің оларға соқтығуларыңа себеп болмасқа керек. Ізгі істерге, тақуалыққа көмектесіңдер. Күнә жасауға, жалқаулыққа жәрдемші болмаңдар. Құдайдан қорқыңдар. Оның қаһары тегінде тым қатал. Өлексе бауыздалмаған мал еті, бауыздау қан, шошқа еті, Алладан басқаға бағышталып бауыздалған, буынып, құлап өлген, сүзісі өлген мал етін, жыртқыштардан қалған жемтік еті жеуге тыйым салынады, харам етілді. Малды жаны шықпай тұрып бауыздап алсаңдар, оны жеуге болады. Ал бұт қарнап сойылған малдың етін жеу сендер үшін харам. Оқпен балашуға болмайды, ол күнә. Кәпірлер сендерді діннен бездіру үмітін үзген. Олардан қорқпаңдар, менен қорқыңдар. Бүгін мен сендердің діндеріңді жетілдірдім, әрі игілігімді де аяқтадым. Сендердің тұтынуларыңа ислам дінін таңдадым. Егер кімде-кім харам асты, әдейі емес, аштықтан, лажсыздықтан жесе, Алла оны кешіреді. Пендесіне ол барынша рақымды. Ей Мұхаммед, олар сенен не нәрселерді жеуге болатын туралы сұрайды. Сен айт, таза нәрселердің бәрі сендерге халал етілді. Алланың өздеріңе үйрету бойынша сендер аңға салуға үйреткендердің ит, құс, ұстаған аң етін жеңдер. Тек оларды аңға Алланың есімін атап тұрып, бисмилля деп қосыңдар. Құдайдан қорқыңдар, тегінде Алла есепке тез алады. Бүгін сендерге таза нәрселер халал етілді. Кітап түскендердің, яхудилер мен насарлардың тағамы сендер үшін халал да, сендердің тағамдарың олар үшін халал. Әуейлік немесе жасырын жолығу мақсатында болмай, егер қарымтасын төлесеңдер, ары ұяты бар мүмин әйелдермен, өздеріңнен бұрын кітап берілгендердің, яхудилер мен насарлардың инабатты әйелдермен үйленулерің жөн деп саналады. Кімде-кім иманнан тайса, оның қылған істерінің бәрі зая кетеді. Сөйтіп ол ақыретте зиян тартады. Мәида сүресі 1-5 аяттар.